Шопан ата, Қазақстанның ұлттық агро қозғалысының төрағасы Алмасбек Жұмабекұлы Садырбаевқа беріледі. Ассалаумағалейкум, қазақ елі, құрметті әріптестер, Павел Олегович, Ерлан Хайланович, депутат мырзалар, сіздерге рахмет. Неге дейсіз ғой? Өткен жолғыдан кейін офлайн өмірде министрді екінші рет көріп тұрмыз. Көре алмаймыз. Тіпті жиналыстарға қатыспайды. Вице-министрлармен әлек боламыз, бірақ ол кісілер ештеңе шеше алмайды. Сонымен барлығы ұзын құйымшақ болып қалады. Сонымен енді мына жерде әріптестер нағыз мамандар айтып жатыр, оның барлығын мен қайталамай қойын. Мен бүгін президент Тоқаевтың сөзін естіп, содан жігер алып, сол кісі ретінде сұрайын деп тұрмын. Ербол Шақпайұлының жұлдызы, өздеріңіз білесіздер, былтыр Маңғыстауда жұт болғанда айы оңынан, жұлдызы соңынан туды. Неге? Өйткені жем шөп мәселесі бойынша проблема болды, алдындағы министрді жіберді. Сізді нақты жем шөптің мәселесін шеш деп, ең бірінші тапсырмасы қойды. Не болды? Мына жерде әрбір сөйлеген спикер жем шөп, жем шөп, жем шөп. Мәселе шешілген жоқ. Президенттің бірінші тапсырмасы орындалған жоқ. Бүгінгінде сол Маңғыстау жемді солтүстіктен тартып өз әрекеттер жасап атқан сол Қызылорда жем шөп мәселесі шаруаларда үлкен проблема. Оны мына жерде отырған басқа мал шаруашылығындағы әріптестерім растар. Солай ма? Келесі, президенттің тапсырмасы, мына жерде жаңа Қуаныш мырза айтып өтті, ветеринария мәселесі. Президент сізге екінші тапсырманы берді. Ветеринарияны күрделі реформа жаса. Ербол Шырақбайұлы деді, бәріміз куәміз. Не жасалды? Ештеме жасалған жоқ. Ветеринарлардың айлығын болар болмасқа алдамшы бір пайызға өсірді де, бітті. Реформа ол емес. Сізге президент ветеринарлардың айлығын өсір деген ғана тапсырма берген жоқ. Реформа жаса деп берді. Реформа дегеніміз ол бүкіл бағытты өзгерту. Мемлекеттік ветеринариядан кәсіби ветеринарияға қарысу, ауысу, жекеменшік ветеринарияны қосу, жекеменшік лабораторияларды қосу. Мәне реформа деген не? Сіз президенттің екінші тапсырмасында орындамадыңыз. Президенттің үшінші тапсырмасы, жаңағын әріптестерім айтып өтті, ЛПХ, жеке қосалқы шаруашылық. Жеке қосалқы шаруашылық заңын қабылда, Ербол Шырақбайұлы деп президент тапсырды. Не болды? Депутат мырзалар, сіздерге рахмет. Алдарыңызға келген шала заңды біз тоқтата алмадық қой, атамекенге бардық. Барлық жерде де тоқтат десек тоқтата алмайды, танк. Сіздерге рахмет, тоқтаттыңыздар, қайтардыңыздар. Бірақ сол күннен бері әлі бір жиылыс болған жоқ. Сол жеке қосалқы шаруашылығының заңын қайтадан қарастырайық деп депутаттар сіздерге айтты ма? Айтқан жоқ. Бізге сала мамандарын айтты ма? Айтылған жоқ. Минсельхоздың, скорее всего, ескі зданияның ішінде шаң-шаң болып қалды. Ол туралы Ербол Шырақбай ұмытып кетті. Сонымен президенттің үшінші тапсырмасы орындалған жоқ. Келесі, субсидиялау ережесі. Субсидиялау ережесінде мен кейбір әріптестермен енді келісе алмаймын, жаңағы тек қана үлкен шаруашылықтарға бейім. Енді ол біздің 20 жылғы тенденция. Бірден Ербол Шырақбай сізге оны бұру мүмкін емес шығар. Өйткені мына жерде бізде лоббизм деген бар, ол нормально. Бірақ сіз ауылдың қазағын ұмыттыңыз. Мына сіздің жаңа ережеңізде ауылдағы қарапайым қазаққа қол жетімділік, мемлекеттік қолдаулардың көрінбейді. Иісі жоқ. Келесі, одан кейін мына ережеге келетін болсақ, ереже бізде былтырғы осы үстіміздегі жылы мамыр айында қабылдану керек болған, міне бізде жыл бітті. Енді міне 15 күннен кейін, 20 күннен кейін бізде жаңа жыл. Ережеміз әлі жоқ. Мына жерде отырған әрбір сала маман айтады, ол ереже қазір мына жерде талқылағанымыз келесі жылы майда қабылданады. Ал майға дейін не жасаймыз сонда? Немен күн көреміз? Немен өмір сүреміз? Бітті, қайтадан ескі ережемен. Онда неменеге әбігерге түсіп жатырмыз? Барлығымыз. Одан кейінгі келесі мәселе, сіздің президент сізге берген тапсырмасы өзінің жолдауында айтты. Ішкі өңдеуді 25%-ға өсір, Ербол Шырақбайұлы деді. Нақты жаңағы неде жолдауда жазылған. Ішкі өңдеуді мен
мына ережеден ешқандай ішкі өңдеуді өсіру, сол президенттің тапсырмасын орындау элементтарын, механизмдарын көріп тұрған жоқпын. Қалай бидайымыз кетіп жатыр. Ірі қара малға біз қырқысып, бір-бірімізбен нетіп, мәжбүр болып жатырмыз. Бүгін тіпті ана ірі қара малды саттыра алмай жатырмыз. Өйткені еліміздің ішінде өңдеу жоқ. Баға деген 1600 теңге, еттің бағасы, шаруалар деген кредитін төлей алмайды, қарыздарынан құтыла алмайды. А сіз бізге шекараны ашып беріп жатқан жоқсыз. Шекараға шетелге шығарудың бірінші қарсысы Алмасбек. Мен сіздерден бүгін шаруалар үшін басқа әріптермен келісіп сұрап жүрмін. Шығарыңыздар, рұқсат беріңіздер. Шаруалар бір напақасын тапсын деп. Сіз ертең аласыз да қаңтарда ашып бересіз. Малды күзде сатады. Ереке, жайлаудан түскенде қазақтың баласысыз ғой. Сіз оны білесіз. Әлі күнге дейін шекара ашылған жоқ. Әлі күнге дейін қазақтың шаруасының жағдайы мәз емес. Президенттің бұл тапсырмасын да орындамаңыз. Одан кейін құрметті депутаттар, естеріңізде болса, сіздердің алдарыңызда мен 40 мың адамның қолын жинап беріп едім, естеріңізде ма? Ербол Шырақбайұлының алдына 40 мың адам петицияға қол қойып, ол жерде жазылған. Мен Қазақстанның азаматы Бәленбай Түгенбай 40 мың адам шошқа бағытын субсидиялағанға қарсымын деп берді сізге. Ербол Шырақбайұлы, құрметті депутаттар, сіздерді естіді. Не жасағанын айтайын ба? Мына жерде енді орыс тілінде жазыпты: селекционно-гибридный центр по свиноводству 80% субсидиялайым депті. Басқа бізде селекционно-гибридный центр ірі қарада, қойда, түйеде, жылқыда қарқ болып едік. Енді осы шошқаның селекционно-гибридный центрі. Вот не бұл? Мазақ емес па? Келесі, басқа қой шаруашылығы бойынша ферма, ірі қара бойынша жаңағы бордақылау алаңы барлығын алып тастаған, бірақ ферма по выращиванию свиней дейді, с мощностью 1000 маток. Оған субсидиялауға дайын. Сондықтан 40 мың емес, бүгін оны 60 мың адам орындады. Сұрап отыр петиция ретінде. Сіз соны құлақ асып жатқан жоқсыз. Және де мен ойлаймын, мына жерде сізге сол жолы келіскен депутаттардың тілеуін қабыл алмай отырсыз. Сонымен ары қарай жылжайық. Бір минут болды. Сонымен субсидия тағы бір күрделі мәселе, олна ішкі өңдеуді алдыға сүйреу үшін, ол біз өзіміздің ішімізде өңдеуіміз керек. Субсидияны бидайға салған, арпаға салған, ұнға салған, нанға салған, ол қазаққа арзан болсын деген субсидия. Өзбекке, қырғызға емес. Сіз қазір біздің бюджетімізді шайып жатсыз. Бүкіл субсидияны арзан бидайды өзбекке, қырғызға, Әзірбайжанға, ауғанға жіберіп жатсыз. Сіз қазақтың министрісіз, ауыл шаруашылығы. Сондықтан да нан, жем қазаққа арзан болу керек, қазақ азаматына. Сіз біздің бюджетіміз шайып жатсыз. Одан кейін тағы да жиылысты ұйымдастырған аппаратқа рахмет. Сіздерде барлығы біздің мемлекеттік тілде жасалған, бірақ Ербол Шырақбайұлының ауыл шаруашылығы министрі мынасы тек қана орыс тілде. Мен сіздердің алдарыңызда шүрілдірлеуге мәжбүр болдым. Сондықтан келесі отырыста мынандай олқылықты жібермеңіз. Өзіңіздің менің мемлекеттік тілді сыйлаңыз. Рахмет.